сол ауылға тигізген пайдаң болсын. Онсыз да азайып тұр жұртта сенім, сен індеттің сезбейсің тіпті әсерін. Ақшаң жетіп көшеге шығып жүрсің, ақылың жетсе олай шықпас едің. Шыдайық, күн көрейік тәубедеумен, саудаласпай қоя тұр саудагермен. Кешегі не бір зұлмат заманда да атамыз аштан емес, ардан өлген. Қолдан тігіп алсаңшы бетпердені, дүкендерде жоқ екен көптен бері. Мен саған жаным ашып айтып тұрмын, ал сен мені тұрсың ба жек көргелі. Індеттен қорғау үшін аты жаман, үйден шықпа деді ғой әкім ағаң. Шетелде бұл аурудан айыға алмай, сәт сайын өліп кетіп жатыр адам. Көшеге сен көршіңе ұнамайсың, ел шыдайды, сен неге шыдамайсың? Бүгін өзің тәртіпке бағынбайсың, ертең сосын әкімді кінәлайсың. Менің аса құрметті ауыл. Карантин деп сен осы неге досым жабықтың? Суда ғана жүзетін күйін кештім деп балықтың. Ақша жоқ деп қалтада ашуландың қамықтың. Қалмады үйде азық деп жатып алып тарықтың. Үйде жатпай құр босқа жолын ашқың арықтың. Кітап оқып білім ап көзін ашқың жарықтың. Пайдалыс пен айналыс дей бергенше жалықтым. Үйтіп күйіп піскенше күйін кешпей қарыптың. Бәрі жақсы болады, артын бағай әліптің. Ең бастысы үйде бол, қамы үшін халықтың. Түскен мезгіл бірлігіміз сынаққа, ілетін кез саналы сөз құлаққа. Берекеміз таразыға түскен кез жауапта бар саналуан сұраққа. Құтыламыз бірге болсақ індеттен, қазақ етіп Алла бізді бірге еткен. Елің үшін, өзің үшін үйде бол, жалынамыз, сұранамыз біз көптен. Берекелі елім сізбен біргеміз, бірге болсақ мықты болар іргеміз. Бір жеңінен қол, бір жағадан бас шықса, бірге болар алатұғын жүлдеміз. Біз біргеміз. Біз біргеміз. Біз бәрінде жеңеміз біз, ертеңге сенеміз біз, бір тұтас кеңеміз әлемде. Біз бәрінде жеңеміз біз. Менің аса құрметті ауылдасым. Саған бүгін хат жаз. Нұрай, биыл Абай атамыздың 175 жылдығына орай колледж студенттері бір-біріне челлендж жолдап жатыр екен. Білесің бе? Арай, мектеп кезінде Абай атамыздың өлеңдерін оқудан жарысқа қатысып едік қой. Есіңде ме? Иә. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін таптап арқалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз біте қалса қазаққа. Алдың жалың артың мұз, барар едің қай жаққа.
Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қиуадан шауып, қисыннан тауып, тағына жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің біл, өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмесен, надандар бақыра ала алмас. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көрледім, қазаққа қара сөз де дес бермедім. Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Интернатта оқып жүр талай қазақ баласы, жаңаспірім көкерім, бейне қолдың саласы. Балам закон білді деп қуанар ата анасы, ойында жоқ ешбірінің шариғатты шаласы. Орыс тілі жазуы білсем деген талас. Прощение жазуға тырысар келсе шамасы. Ынсапызға не керек істің ақ пен қарасы, нан таппаймыз демейді білінсе елдің арасы. Аз білген көпсінсе, көп қазаққа кепсінсе, кімге тер панасы? Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді ұсыма, қолымды мезгіліне кештермедім. Бұл мақұрым қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Пайданы көрсең басырып, мақтанды іздеп қайғы алма. Мініңді ұрлап жасырып, майданға түспей бәйге алма. Ақырын жүріп, анық бас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білімге, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге, военный қызмет іздеме, оқалы киім киюге, бос мақтанға салынып, бекер көкірек керуге, қызмет қылма оязға, жанбай жатып сөнуге, қалырғыласың жазықсыз күнде сөгуге. Мен қазақпын, биікпін байтақ елмен. Қайта туып өмірге қайта келдім. Мен мыңда бір туылдым мәңгі өлмеске. Айта бергім келеді, айта бергім. Біз Түркістан Ахмет Яссауи кәсіби колледжінің белсенді жастары. Барша қазақстандықтарды мерейлі мереке Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 28 жылдығымен құттықтай отырып, тәуелсіздік челленджін облысымыздың барша отаншыл жастарына жолдаймыз. Карантин деп сен осы неге досым жабықтың? Сонда ғана жесетін күйін кештім деп балықтың. Ақша жоқ деп қалтада ашуландың қамықтың. Қалмады үйде асық деп жатып алып тарықтың. Үйде жатпай құр босқа жолын ашқың арықтың. Кітап оқып білім ап көзін ашқың жарықтың. Пайдалыс пен айналыс дей бергенше жалықтың. Үйтіп күйіп піскенше күйін кешпей қарықтың.
бәрі жақсы болады. Артын бағайға іліптің, ең бастысы үйде бол, қамы үшін халықтың. Түскен мезгіл бірлігіміз сынаққа, ілетін кез саналы сөз құлаққа. Берекеміз таразыға түскен кез жауап табар саналы он сұраққа. Құтыламыз бірге болсақ індеттен, қазақ етіп алла бізді бірге еткен. Елің үшін, өзің үшін үйде бол, жалынамыз, сұранамыз біз көптен. Берекелі елім сізбен біргеміз, бірге болсақ мықты болар іргеміз. Бір жеңінен қол, бір жағадан бас шықса, бірге болар алатұғын жүлдеміз. Біз біргеміз. Біз біргеміз. Біз бәріңді жеңеміз біз, ертеңге сенеміз біз, бір тұтас келеміз әлемге. Біз бәріңді жеңеміз біз, ертеңге сенеміз біз. Біздің колледжде жемқорлыққа орын жоқ. Қазақ елі байтақ болсын десеңіз, жемқорлықтың жолын бірге кеземіз. Менің елім жемқорлықсыз өсіп өркендеуші ел. Болашағыңды бүгіннен ойла, жемқорлыққа жол берме. Біздің мақсатымыз халыққа әділетті, қоғамға тең қарайтын ұрпақ тәрбиелеу. Ұрпақ болашағы халқымыздың келешегі қазіргі ұстаздардың қолында. Біз Түркістан Ахмет Яссауи кәсіби колледжінің оқытушылары ұстаздар сыйлық алмайды атты эстафетасын Жетісай медицина колледжінен қабылдап алдық. Келесі эстафета кезеңін Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің колледжіне жолдаймыз. Ұстаз деген ұлы есімге лайық болайық. Адалдық жолынан айналайық.
Саламатсыздар ма? Назым апай қосылдыңыз ба? Саламатсыздар ма? Иә, Назым апайыңыз қосылып отыр. Бұл Мейірбек Сырлыбайұлы ғой. Демонстрацияны өшірейін ба? Назым апай айта ма бірінші? Иә, өзі басында кішкене кіріспе сөз айтады ғой. Жарайды. Естіп тұрсыңдар ма бізді? Естімейді ма? Енді олар өздерін қосқан жоқ. Естіп тұрмыз. Саламатсыздар ма? Енді естілді.
Неме дейді? Қарындашы, мен сабақ қарап отырмын мына жерде. Барыңдар. Құрметті әріптестер, микрофондарыңызды өшіріп қойсаңыздар әзірше. Сөйлемейтін кезіңізде микрофонды сөндіріп отырсақ. Гүлбира Орынтаевна бар ма екен чатта? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Біз 10 минут болды күткенімізге. Енді қалған әріптестер қосыла жатар, я? Бастай береміз ғой деймін. Гульбира Орынтаевна, возможно, позже подключится. Меня зовут Бауыржан Амиржан, холдинг Талап. Наверное, мы начнем, уважаемые коллеги, а потом уже... Жарайды. Ендеше бастай берейік. Мен Түркістан облысы адами әлеуетті дамыту басқармасы
әдістемелік орталығының техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінің басшысы міндет қызметін атқарушы Жүнісова Назым Досжанқызы. Бүгінгі біздің вебинарымыздың тақырыбы, яғни үйрену жұмыстарын ұйымдастырудағы озық тәжірибелерден бөлісу. Естеріңіз болса, өткен айдағы вебинарымызда біз онлайн прокторинг жөнінде айтып өткен болатынбыз. Енді колледждеріміздегі тәжірибелермен бөлісуді сіздермен жөнсіміз. Түркістан Ахмет Яссауи кәсіби колледжінің тәжірибесімен бөлісуді жөн көріп отырмыз. Яғни Әбдісамат Мұртаза Әлиұлына береміз бірінші сөз кезегін. Сәлеметсіздер ме, құрметті Яссауи әріптестер? кәсіби колледжінің бағдарламашысы өздері тәжірибесімен бөліссе. Естіліп тұр ма дауысым? Естіліп тұр. Бұлай келісіп алсақ, баяндамашыларымыз өздерінің тәжірибесімен бөлісіп болғаннан кейін сұрақтарымызды сосын қойдық. Барлығымызға ыңғайлы болар. Мұртаза Әлиұлы, бастай беріңіз. Қайырлы күн, әріптестер. Біз 26 наурыздан бастап өзіміз қашықтан оқытуды Moodle платформасында жүргізудеміз. Біздің бұл қашықтан оқытудағы алгоритміміз экрандағыңызда көріп тұрғандардай. Қашықтан оқыту ең бірінші біз сабақтардың барлығын бейне жазбаға басып алатын екі бағдарламаны жүргізіп жатырмыз. Яғни бағдарламаларды қолданып жатырмыз. Олар біреуі Bandicam, біреуі Ubisoftium. Осы екі бағдарламаның көмегімен біз әр өткен сабақтың барлығын записке басып аламыз өзімізге. Одан кейін біз өзіміздің YouTube каналымызды аштық. Экрандарыңызда көріп тұрғандарыңыздай. Бұның ішінде біз сабаққа керекті материалдың барлығын осында жүктеп қоямыз. Яғни кез келген уақытта бұны студенттер де, оқытушылар да көріп тәжірибе алмаса алады. Яғни сабақтарымызды да осы жерге салып қойсақ болады. Салып жатырмыз осыған. Одан кейін бейне конференция ұйымдастыру үшін біз Zoom платформасын қолданудамыз. Яғни қазір өзіміз қосылып отырмыз. Бұл Zoom платформасы бізде платный версиясын алдық. Яғни кез келген сабағымыздың барлығын біз осы Zoom-да өткізсек, 24 сағат бойы шектеусіз қолданамыз. Яғни біз оны $15 сатып алған болатынбыз колледжден. Бұл 24 сағат бойы жұмыс жасай береді. Яғни кез келген сабағымызды біз осыдан запись басып ала береміз. Одан кейін оқытушылармен де жиналыс ұйымдастырамыз осы Zoom-да. Одан кейін біз бұлттық қызметтерді қолданамыз, яғни облачный технология қазіргі кезде. Біз оқытушылар Moodle-ға өздерінің тапсырмаларын салмастан бұрын Google Drive, Яндекс Диск деген сияқты облачный технологиялар қолданамыз. Яғни материалдарымызды, яғни үлкен мәліметтер, память үлкен алатын мәліметтерді осы дисктерге сақтап, олардың сілтемелерін біз өзіміздің Moodle-ға қойып, оқушыларға бөлісе аламыз оны. Одан кейін біз Moodle платформасын жүргізбес бұрын интернет хостинг, яғни біздің бүкіл мәліметтеріміздің барлығын осы PS интернет компаниясы арқылы осы жерден виртуальный хостинг сатып алдық. Сөйтіп өзіміз керекті жарақтың барлығын сол жерде қолдандық. Яғни біз өзімізге бөлек сатып алдық. Яғни өзіміздің сайт аштық, сайттан бөлек оған дотты орналастырдық осы хостингке. Одан кейін енді біздің сайтты көрсетейін. Бұл біздің сайтымыз. Сайтта көргендеріңіздей хабарландыру тұр. Яғни қашықтан оқытуға байланысты біздің колл-центріміз тұр. 24 сағат бойы кез келген сұрақтарыңызға жауап бере береді. Бұл жерде Moodle нұсқаулық және қажетті дерекқорлар, одан кейін Moodle кнопкалары тұр. Яғни 3 кнопка тұр. Бұл жерде біз Moodle нұсқаулыққа, яғни
біздің оқытушыларымыз бар, студенттеріміз бар. Ең бірінші Moodle'ды қойған кезде, біз ашқан кезде, оған кейбір мұғалімдер енді түсінбеді басында. Соған түсіндіру мақсатында өзіміздің колледждің программистері жеке сабақтар түсіріп, осылай салып қойдық Moodle несін. Оқытушылар осы видеоларды көру арқылы өздерінің сабақтарын жүргізеді, пәндерін енгізеді. Мысалға студенттерді топ-топқа бөлу, мысалға бір сервис пәндерден бір топты екіге бөліп оқиды. Мысалға тілдерді, орыс тілі, ағылшын деген сияқты. Соларды қалай бөлу керек, барлығын түсіндіріп, осы неге салып қойдық. Яғни Moodle нұсқаулық ретінде. Одан кейін қажетті дерекқорлар. Қажетті дерекқорларға біз қашықтықтан білім беру мүмкіндіктері бар барлық дерекқорларды салып қойдық осы жерге. Яғни электронды кітапханалар, библиотекалар деген сияқты. Қандай да бір бағдарламалар бар қашықтықтан оқытуға байланысты. Соларды осы сайтымызға қойдық. Одан кейін біз Moodle кнопкасын басқаннан кейін Moodle кнопкасын басқан кезде бізге le.tyke.kz, яғни бұл сол Moodle кнопкасын бассаңыз да осы жерге келеді, және бөлек бұны вкладкаға le.tyke.kz деп жазсаңыз да кіреді осы біздің дотымызға. Яғни доттың главный экраны бізде 3 блоктан тұрады. Біріншісі категория курсов, яғни әр мамандық бойынша, топ бойынша бөліп қойғанбыз. Одан кейін оң жағыңызда қарап тұрсаңыздар, қашықтықтан білім берудің кестесі. Яғни әр топқа жеке кесте жасап қойғанбыз. Яғни әр студент шатаспас үшін, мысалға вет 0917-нің бір тобы осын үстін басады, осы топқа арналған сабақ кестелері. Яғни сабақ кестелерінің барлығын осылай жеке PDF форматында салып қойдық. Одан кейін үшінші блок бізде Moodle нұсқаулық. Яғни біздің нұсқаулықтарды студенттер сайттан да, және осы платформа арқылы да көре алады. Енді біз барлық мұғалімдер, оқытушылар, студенттер барлығына біз жеке аккаунт аштық. Одан кейін тағы айта кететін нәрсе, бізде сыртқы бөлімдерді де, сыртқы бөлім оқитын студенттерді де осы Moodle'ға салып қойдық. Яғни сыртқы бөлім деген бөлім бар бізде, осының ішіне салып қойдық оны. Одан кейін біз бірінші курстардың барлығын, яғни сервис пәндерді өтетін болғандықтан барлығы, оларға жеке бір категория сервис бірінші курс деп ашып қойдық оларға. Осының ішінде барлық бірінші курстардың пәндері бар. Енді өзіміздің платформаға кірейік. Яғни колледждің директорының жеке логин паролімен кірем. Нет, не буду, это мне не нужно. И когда мне много непонятно. Отключите мне, ты так отключи, да? Көріп тұрғандарыңыздай. Дауысты өшіріп қояйықшы. Көріп тұрғандарыңыздай біз жеке кабинетімізге кірдік. Жеке кабинетте де біз барлық сабақтардың барлығын бақылай аламыз. Яғни біз бақылау жүргізу мақсатында дәл қазір бізде сабақ жүріп жатыр. Сол сабақтың біреуіне кіріп көрсек. Бізде сабақтар әр бір сабақ 15 минуттан. Кешіріңіз, Мұртаза Алиұлы, кіргізіп жіберіңізші қатысушыларды чатқа. Қостым. Бір онлайн сабаққа қосып көрейік. Егерде құтыны ашық жарықпен жарықтандырсақ, онда жарық күлтелер жақсын түсіреді, күлтелер айналады. Жіптің айналым бұрышы бойынша біз жарық түсіретін қысымды анықтаймыз. Осы топтағы студенттердің сабақтары болып жатыр. Яғни бұл видеодан біздің байқағанымыз студенттер бұл жерде жарықтың қысымы міне осылай ең алғаш рет лебедев ашқан тәжірибесімен тікелей байланысты жарықтың қысымы деген анықтама берілді екен.
сонымен студенттер бұл жарықтың қысымы дегеніміз жарықты шағылдыратын және жұтатын денелерге, бөлшектерге, сондай-ақ жекелеген молекулалар мен атомдарға түсетін қысымы болып табылады. Енді бұл жарықтың қысымынан кейін бұл жарықтың маңыздылығы, яғни оны қалай ескеру керектігі бұл міндетті түрде болады. Бейне сабақтың дауысы шығып тұрғаннан кейін сондай болған шығар. Енді бұл жерде біз бейне сабақты көрсеттік. Одан кейін біз бір бейне даусыңыз естілмей алды. Сабағыңызды көрсетіп жіберіңізші де, дауысы шықпай жатыр деді. Бейне сабақты шамалы көрсетіп. Яғни бұл платформада онлайн сабақ прямой жүргізуге болады. Moodle платформа. Болмаса жүзінің алдарыңызда бақшалар бар ғой, сол жерге қызыл түсті матаны байлап қоятын болсаңдар, студенттер, міне сол жерден бір ай немесе 1,5 айдан кейін бұл қызыл матамыз біздің басқаша түске енеді. Яғни басқаша деп атқанымыз қанық қызыл матамыз ашық қызыл матаға енеді екен. Міне ол қайдан болды бұл процесс? Яғни бұл процесс жарықтың химиялық әсерінен болған екен. Міне осыны біз жарықтың химиялық әсері деп айтуымызға болады екен. Жарықтың химиялық әсері бойынша сіздерде қазір сұрақ бар ма, студенттер? Егер сұрақтарыңыз болса, жарықтың химиялық әсері болмаса жарықтың қысымына байланысты сұрақтарыңызды қоюға болады. Енді келесі біз бүгінгі өткен тақырыптар бойынша студенттер енді кішкене есеп шығарайық. Яғни біз бүгін өттік, бұл фотонның энергиясы, фотонның энергиясы жайында біз жалпы бүгін формуламен таныс болдық. Енді есептерге былай беріпті. Толқынның ұзындығы 5 метр. Ал фотонның энергиясын анықтау қажет дейді. Яғни есепті біз шығарамыз берілгені. Яғни есептің берілгені жазамыз. Толқын ұзындығы студенттер қандай әріппен белгіленеді? Толқынның ұзындығы. Интерференция. Осылай біздің тікелей байланыстағы сабақтарымыз жүреді бейнеконференция арқылы. Біз одан кейін енді алдағы уақытта сынақ емтихандар уақыты келе жатыр. Соған байланысты біз бұл платформада өзіміздің онлайн тестілеу жүйесін тест жасап жатырмыз. Өзіміз тест жасап жүргізіп көрдік. Ол студенттерге бір рет попытка беріледі. Яғни шектеу уақыты 1 сағатқа дейін. Яғни студент бір рет мүмкіндікті қолданып, 1 сағат уақытында өзінің сынақ емтихандарын тапсыра алады. Олар бізде тестте, оценка бөлімінде тест тапсырған студенттің балы автоматты түрде журналға еніп отырады. Яғни мысалға тест тапсырмалары деген тұр. Осын басып көрейік үстінен. Осы жерде студенттің қай сұрақтарға дұрыс жауап бергені, қай сұрақтан қате кеткені барлығын көріп аламыз. Яғни сұрақтың дұрыс жауабын, попыткаларын барлығын осы жерден тестпен жүргізіп аламыз, онлайн тестті. Дауысын өшірейін. Одан кейін біз сынақ емтихан, барлық емтихандарды қабылдау бізде 3 түрлі тәсілмен қабылдаймыз. Олар біріншісі онлайн тестілеу жүйесі бойынша болса, екіншісі Zoom арқылы, яғни жазбаша ауызша емтихандарды біз Zoom платформасы арқылы қолданамыз. Яғни бізде өзімізде арнайы платный сатып алынған 4 жеке аккаунтымыз бар Zoom-да. Ол 24 сағат бойы үздіксіз жұмыс жасайды. Яғни бізде 3 бөлімше болса, 3 бөлімше осы Zoom аккаунттарды сынақ емтихан қабылдауда қолданылады. Zoom-да бір жақсы бұл кез келген сабақты қабылдап жатқан уақытынан бастап барлығын сақтап алады. Біз сынақ емтихан билеттерін
сол зумда прямой эфирде мысалы осы демонстрация экраны арқылы студентке өзіміздің сол емтиханға хатшысы болады, сол хатшы мысалға әр студенттің фамилиясын айтып, мысалға генерация чисел арқылы мысалға 1-ден 25-ке дейінгі, мысалға бір топта 1-ден 25-ке шейін топта студент болатын болса, осы 1-ден 25-ті енгізіп, генерировать, яғни студенттің фамилиясын айтып, мына билетті сол студентке береді. Яғни автомат түрде ол студент осы билетке жауап береді. Біз бұл ауызша жазбаша емтихандарды Moodle-да тапсырмасын қоямыз. Яғни студент өзінің, енді студентке біз жазбашаға 35-40 минуттай уақыт береміз. Яғни билеттін алғаннан кейін студент 35-40 минуттан кейін уже жазып, оны Moodle платформасына жүктеп сап қояды жауабын. Яғни бірінші сұрақ, екінші сұрақ, үшінші сұрақ деген сияқты жауабын жазып, Moodle платформасына жүктейді. Одан кейін, сол жүктеп болғаннан кейін Zoom-ға қайтадан қосылады, мұғаліммен тікелей байланыста отырып, ауызша емтихандарын қабылдайды. Енді бізде бұл сынақ емтихан қабылдаудың үшінші түрі бар, ол жоба түрінде қабылдау. Яғни арнайы пәндерге байланысты жобаларды алдын ала студент өзі, біз оқытушылар арнайы тақырыптарды береді студенттерге. Ол тақырыптарға байланысты студенттер өздерінің 35-40 мысалғы бет сияқты өзінің жобасын дайындап, оқытушының электронный поштасына жібереді. Электронный поштадан кейін уже ол Zoom арқылы демонстрация экранмен ол да Zoom-да қорғайтын болады жобаны. Біз Moodle-ды қалай жүргіздік? Соған көрсетіп кетейін. Біз ең бірінші Moodle-ды серверге орнаттық. Одан кейін оқытушылар мен студенттерді базаға тіркедік, яғни оларға логин, пароль тараттық. Одан кейінгі кезең пәндерді базаға енгіздік, яғни барлық мұғалімнің өтетін пәндерін. Одан кейін әр пәнге күніне байланысты, яғни әр сағатқа байланысты сабақ материалдарын салып, жүктеп сап қойдық. Ары қарай біз сабақты жүргізіп жатырмыз. Бағалау жүйесі бізде Moodle-да автомат түрде өз оценка бөлімі бар. Оценка бөлімінде кез келген барлық тапсырманы осы жерде отырып бағалай аламыз. Яғни қорытынды аттестация деген сияқты нәрселер бар. Барлығын осы жерден біз автомат түрде журналға қойып отырамыз бағамызда. Енді мен айтатыным осы бүгінге. Мұртаза Айол, дала жиынын қалай енгізіп жатсыздар? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Дала жиынын біз осы алдағы аптада біз уже дала жиынын бастадық. Оған біз Moodle платформасына дала жиынын бөлімін қостық. Оның ішіне ұлдарды, қыздарды жеке-жеке бөлек категория аштық оларға. Яғни қазір көрсетейін сіздерге. Мынау ұлдардың дала жиынындағы өзінің сабақ материалдары, яғни бейне сабақтары барлығын осы жерге салып қойдық. Мысалға сабақ жоспарын көрсетейін, лекциясын. Бұл сол дала жиынын өткізіп жатқан алғаш әскери дайындық оқытушысының бұл сол сабаққа арналған сабақ лекциясы. Бұл жерде бейне сабақ, бейне роликтері. Жамбыл облысы, Шу ауданы. Саламатсыздар ма, оқушылар? Сабақтың барлығын түсіндіріп, тапсырмаларын осы жерге салады. Тапсырмалардың орындалғанын оценка бөлімінен әр студенттің мысалға орындаған тапсырмаларына бірден баға қоямыз. Біз оқытушы баға қоюды оқытушының өзі белгілейді. Яғни мысалға бүгін сағат 10-11-де басталса сабақ, кешкі сағат 8-ге дейін уақыт қою мүмкін. Яғни ол оқытушының еркіне қалдырдық ол бағалау жүйесін. Бірақ біз күнделікті қаншалық баға қойылды деген сияқты мәліметтерді осы сағат 8-ге дейін деп тапсырма берілді оқытушыларға. Сағат 8-ге дейін әр студенттің орындаған тапсырмасына бағалап қояды. Енді бұл қыздардікі де дәл осындай. Қазір көрсетейін қыздардікін. Так. Домашний станица, дала жиыны, осының ішінде қыздардікі де.
барлығы мәліметтерін салып қойған, тапсырмаларын орындап жатыр дала жиынында. 1 сағат көлемінде олар осы бейне конференция, және көрсеткендей бейне конференцияны өткізеді. Олар өткізген сабақтардың барлығын сақтап қойып жатыр өзімізге. Мендегі осы, Назым апай. Саламатсыздар ма? Сұрақ осы дала жиынына байланысты, Қызылорда облысы. Саламатсыздар. Менің сұрағым былай. Өзі дала жиыны бірінші, екінші курстың теориялық сабақтарының жиынтығы, соның практикалық қорытындысы. Бұл дала жиынында әскери бөлімдерге баратын саяхаты бар. Балалардың топтасып жасайтын жұмыстары бар. Соған байланысты 123-ші бұйрықта бар тұғын 3 кезеңге бөлінген, оны колледж басшыларының құқығына берген, жергілікті әскери бөлімдермен келісе отырып, осы дала жиынын өткізу. Неге 3 кезеңге бөлді? Өйткені карантиннің уақыты белгісіздеу болды, соған 3 кезеңге бөлді. Біріншісі осы 18 мамыр мен 22 мамырдың аралығы болатын тұғын. Одан кейін мамыр айының аяғы, сосын маусым айының басы. Сонда сіздердікі мынау дала жиыны жай онлайн теориялық сабақ болып тұр ғой. Бұның ешқандай жаңағы дала жиынына қатысу онша жақын емес деп ойлаймын. Рахмет. Біз енді әзірге карантин болғандықтан осы онлайн түрде өткізіп жатырмыз дала жиынын. Бағдәулет ағай, сіз ойы қызғадан. Бұл енді жергілікті әскери бөліммен келісе отырып жасалатын нәрсе еді ғой. Сіздер сол жергілікті әскери бөліммен келістіңіздер ма? Бұл өзі қорғаныс министрлігіне байланысты нәрселер ғой. Сонымен түсінгім келіп отыр. Құрмет Бағдәулет ағай, бұл сұрағыңызға мен жауап беріп қояйын. Әдістемелік орталықтан Назым Досжанқызы. Бұл дала жиынын дұрыс айтады, 123-те 3 кезеңге бөлген осы төтенше жағдай уақытына байланысты. Әзірге бізде төтенше жағдай бітпегендіктен бірінші кезеңін осылай онлайн режимінде Moodle платформасына енгізіп отырмыз. Мекеме жаңағы жергілікті сонымен кескен қалған 2 бөлімді ары қарай практически өткіземіз деп жоспарлап отыр. Басшылар осы айтқан болатын маған. Бұл неше күнге бөлініп тұр қазір? Енді дұрыс, мен сіздерді түсінігімше, сол 5 күндік жиынды 3 кезеңге бөлдіңіздер. Соның алғашқы неше күні осылай болайын деп тұр? Алғашқы қанша күн жоспарладыңыздар? Енді оны директордан сұрау керек оны. Жақсы. Бірақ осылай 3 кезеңге бөліп, бұл жөнінде Бағдәулет ағай, сізге чатпен басшыдан сұрап, біз жауап беретін боламыз. Басшысы бүгін бір себептермен кіре алмай отыр, қатыса алмай отыр, е? Жақсы, рахмет. Жалпы айтқан ойым ғой. Рахмет сіздерге. Иә, рахмет. Енді сұрақтарыңыз бар ма Мұртаза Алиұлына? Бірден осы кісіні талқылап кетейік, е? Сұрақтарыңыз болмаса, келесі баяндамашыға өтсек, яғни Түркістан облысы Мирас колледжінің бағдарламашысы Нұрсұлтан Рахымбаев мырзаға сөз кезегін берсек. Нұрсұлтан Өмірәліұлы, сөз өзіңізде. Нұрсұлтан Өмірәліұлы, барсыз ба сіз? Сөз кезегі өзіңізде.
Бізде осы екі кісі болатын, қазір Нұрсұлтан қосылып жатыр. Интернет байланысы шамалы нашарлау болып, қайта-қайта шығып кетіп жатыр екен. Қосылды Нұрсұлтан. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен даусым бәрі көрініп тұр ма? Иә, Нұрсұлтан, естілді. Аты-жөнім Рахымбаев Нұрсұлтан Өмірәліұлы, Мирас колледжінің арнайы пән оқытушысымын. Бүгін сіздерге жалпы көрсетейін деген, қазір бір минут жұмыс істерін көрсетейін. Яғни бүгінгі мен сіздерге айтайын дегенім, жалпы біздің заманауи мұғалімнің цифрлы құралдары, немесе қазіргі қашықтан оқытуға байланысты барлық мұғалімдер білесіздер, видео сабақ түсіруге қажет болып жатыр. Соны туындап жатқандықтан осындай жалпы қандай құралдар бар, қалай біз видео сабақ түсірсек болады, және де жалпы осы ақпаратты қашықтықтан білімді біз қалай тарата аламыз, сол жайында қысқаша тоқталатын боламын бүгін сіздерге көрсететін презентациямда. Жалпы негізі менде бүгінгі презентациям 3 бөлімнен тұрады. Яғни жалпы тоқталамыз біз видео сабақты түсіруге арналған бағдарламалар жайлы, қандай бағдарламалар бар, қысқаша бір-екеуінен шолып өтем. Сосын қандай арнайы сервистер бар конференцияға байланысты, сосын барып стримингтік сервис деген бар, яғни сіздің ақпаратыңызды дәл осы уақытта қалай сіз арнайы сервистер қолдана отырып ақпарат тарата аласыз. Бірінші кеттік, яғни бізде қазіргі уақытта танымал, сіздерге көрініп тұрған болса, Camtasia Studio, Bandicam, Mobile Studio, FreeCam, осы Active Presenter деген сияқты бағдарламалар бар. Жалпы сіздің жұмыс үстелінде жасап жатқан іс-әрекетіңіз бәрін басып алатын, яғни сіздің ноутбугыңызда жалпы сабағыңызды көрсетесіз. Кесіріңіздер. Так, қараңыздар, яғни бұл жерде бізге мақсат, білесіздер, видео сабақ құрастыру барысында біз ноутбугымызда слайдымызды көрсетеміз осылай, немесе егер бір практикалық сабақ болса, бағдарламамызда программированияда, мысалға өзім информатика болғандықтан программированың іс-әрекетін бәрін осы ноутбукта жұмыс үстелінде істей отырып, записке басып, таспа жазу арқылы. Сосын YouTube немесе басқа да сервистерге қоюға болады. Яғни сіздерге қазір мен қысқаша көрсетейін. Camtasia дегеніміз не, Bandicam деген қазіргі ең танымалдар осы екеуі. Бірақ та білесіздер, өкінішке орай бұл осы бағдарламаның басым көпшілігі былайша айтқанда ақылы түрде жүреді. Сондықтан бұл жерде тегіндері 4-ші 5-ші ғана FreeCam мен Active Presenter осы екеуі тегін түрде тартып қолдансаңыздар болады. Бірақ мен бүгін мына екі бағдарлама тоқталамын, яғни Camtasia және Bandicam. Ал ендеше яғни жалпы мынау біздің Camtasia деген бағдарламамыздың, Camtasia Studio бағдарламасының жалпы терезесі ашқаннан кейін бізге осындай батырмалар пайда болады. Яғни начать запись экрана дейді. Сіздің жұмыстеріңізді толықтай қамту арқылы таспаға жазылады. Бұның бір жақсы жері, мысалы алдынырақта бізден кенеттен болып кетті, бір басқа апайларымыз, басқа мұғалімдеріміз сырттан бөлек камераны қоя отырып, былайша айтқан кезде жұмыс үстелін түсірген болатын, бірақ та бұл бағдарламаның жақсы жері, сізге ешқандай шеттен камера керек емес, штативпен немесе былай камера жағына, осы бағдарламаның өзі сіздің жұмыс үстеліңізді толыққанды таспаға жазады, сіз аймақтығына көрсетсеңіз болды мысалға. Яғни мына жерде начать запись дейтін болсақ, қазір көресіздер. Бір минут. Менде мысалға мынандай басқару панелі шығады, көріп тұрған болсаңыздар. Бұл жерде интерфейс өкінішке орай толыққанды орысша аударылмаған, бірақ былай қарағанда түсінікті десек болады. Full screen деген біздің жұмыс үстелін толықтай қамтиды. Қазір бір минут. Менде 2 монитор болғандықтан бұл не жақылықтан. Қараңыздар, мынау сол бағдарламаның таспаға алынатын аймағы. Сіз керек десеңіз, жалпы мысалы full screen дейтін болсақ, жұмыс үстеліңізді толықтай қамти аласыз. Немесе қандайда бір аймағын ғана ерекшелеп, сол аймақты ғана таспаға бұлай жазып аласыз былайша айтқан кезде. Қараңыздар, бұлай ерекшелеп қойсақ, осы ерекшеленген аймақ қана таспаға жазылады деген сөз. Қараңыздар, яғни таспаға жазу үшін мұнда
бізде рек деген батырмамыз бар, бассаңыздар бізде таспаға жазылады. Бұл жерде өзінің баптаулары бар. Веб-камераңызды қосып қойсаңыз болады. Яғни бұл жерде сіздің жұмыс істеріңіз тұрады, веб-камера арқылы запись жүрген кезде сіздің өзіңіздің веб-камерадағы таспаңыз видеоның үстіне наложение дейміз, үстіне қойылып отырып, әрі видеоңыз тұрады, жұмыс үстінде істеп жатқан іс-әрекетіңізге жанында өзіңіздің көрінісіңіз шығып тұрады былайша айтқан кезде. Менде қазір веб-камера өшіп тұр, себебі менде қазір Zoom арқылы қолданылып жатыр. Сосын міндетті түрде мынау микрофоныңызды қосып қойыңыз. Егер микрофон қоспаса, білесіздер, әрине таспаға дауысымыз жазылмай қалады. Яғни рек деп басатын болсақ, бізге мынандай сообщение шығады, хабарлама, яғни жалпы таспаны тоқтату үшін iPhone батырмасын басыңыз деген. Бізде таспа басталып кетті. Яғни осылай таспаға жібересіз записке. Басқа іс-әрекеттеріңізді, мысалы слайд презентацияңызды арлы-берлі көрсете бересіз. Ал жасаған іс-әрекеттеріңіздің барлығы мысалға таспаға жазыла береді. Осылай сіз өзіңіз сөйлеп, түсіндіріп жасай бересіздер. Сосын біткеннен кейін барып немесе мына жерден стоп деген батырманы басасыздар, немесе бағанағыдай біздің клавиатурамыздан iPhone батырмасын бассаңыз жалпы тоқтатылады. Қараңыздар, мен таспаны тоқтататын болсам записьті, қазір 1 минут өз бағдарлама ашылады толыққанды. Қараңыздар, яғни таспаны тоқтатқаннан кейін барып бізге жалпы сол Camtasia Studio бағдарламасының жұмыс аймағы ашылады деген. Бұл жерде бізде мен қазір сіздерге қысқаша ғана көрсетіп кетейін, нақты не бар, бірақ толыққанды тоқталуға регламенттен бізде уақыт қалай өкінішке орай білмей тұрмын. Бірақ та мысалы біздің жалпы бүгін қазір мысалға жасаған запись мынау тұр міне. Ортадан сіз көре аласыз записіңізді. Иә, басатын болсақ. Менде дауыс жазылмаған себебі менде барлығы неден Zoom-дан қолданылып тұр, сондықтан дауыс жазылмай қалып тұр. Жалпы осы жасаған видеоңыз уақыт шкаласында көрсетіліп тұрады. Мысалға алайық, бізге мынау бас жағы керек емес дейді. Camtasia'ның бір жақ жері тек қана таспаға жазумен ғана шектелмейді. Бұл жерде сіз өзіңіз видеоңызды қажетіңізге қарай өңдей аласыз. Яғни керек емес жерін кесіп алып тастай аласыз, немесе мысалға керек емес аралықты біз ортадағы бегунок арқылы ары-бері жылжытып уақытпен ғана белгілеп аламыз. Бастапқы сіздің мынау бір басылғанға дейін бір 10-15 секундыңыз керек емес болса, керек уақытқа дейін алып барасыз да, оң жағын басып, разделить файл деп, мына екіге бөлінгеннен кейін бас жағын бюллетень басып өшіріп тастайсыз. Яғни бізде мынау бас жағын керек емес бөліп алып тастап, аяқ жағында солай істесеңіз болады. Немесе мысалға бізде мынау ортада қандай бір фрагменттегі бір аралық керек емес болса, онда мынау көріп тұрмысыздарге біздің бегунокта қызыл және жасыл екі құлақшасы бар деген тартпасы бар. Соны баса отырып, мысалға былай ерекшелеп аласыз керек емес фрагментті. Бір артық бірдеңе түсіп қалды дейік видеомызға, осылай ерекшелеп алғаннан кейін оң жағын басасыз, мышканы вырезать деп бассаңыз болды, сол аралық кесіп алып тасталынады. Яғни бұл бағдарламаның бір жақсы жері басқа бағдарламаларға қарағанда бұл таспаға жазумен қатар жалпы былай полупрофессиональный дейді ғой, өзімізше біз өңдеп, кесіп, қырқып, қандай да бір дайын өнім дайындап шыға аламыз. Видео сабақ немесе басқа да бір обучающий дейді, үйретуге арналған видео сабақтар құрастыруға болады. Ал егер сіздерге толыққанды осы бағдарламаға қатысты былай видео инструктаж керек болса, негізінде бұл жайлы біз өзіміздің көлігімізде YouTube каналын ашып, барлық материал салған болатынбыз. Яғни жалпы бізде мұнда сол бағдарламаларды қолдану бойынша былай нұсқаулықтар бар. Мысалға мынау ашып қарайтын болсақ, бұл жерде толыққанды көрсетілген. Share деген бұл жерде уже ортында бір видео. Осыны ссылкасын чатқа тастаймын, не істеймін бұны. Жалпы егер қызыққан адамдар болса, ашып қарап көрсеңіздер болады. Және де бұл бағдарламаны сіздер бөлек описаниясынан тартып алсаңыздар болады. Барлығы облакада тұр. Бұны біз өзіміз мұғалімдеріміз үйреніп, видео сабақ түсіріп, жалпы сол видео сабақтарды түсіріп, видео материалды дайындау үшін жасағанбыз. Бұл біздің бір инструктажымыз жалпы Camtasia'ға байланысты. Және де бұл Camtasia'ға қатысты осындай, яғни бұның өзінің осындай мүмкіндіктері бар, кесіп алып тастап, қырқу, қандай да бір өңдей аласың да. Сосын қорытынды нәтиже шығару үшін вывод локальный файл дейсіздерді. Кешіріңіздер, так. Жалғастыра берейін ме? Қараңыздар, далее дейміз, яғни мұнда имя проекта деген жерге жай ғана атын бересіз. И бұл документтің ішінде біз сақталады, готово дейсіздер, видеоңыз сіздің өңделіп, қорытынды бір видеоға шығады. Сол видеоңызды кейін алдағы уақытта YouTube желісіне, немесе өздеріңіз сайтыңызға салып қоясыз, немесе кез келген платформаға жүктеп, оқушыларыңызға сілтемесін жібересіз. Сабағыңызға қатысты
сосын барып жалпы студенттеріңіз көріп тек қана былай лекция түрінде ғана жазып алмай жалпы видео инструктажбен осылай көрнекі түрде көрсетілетін болса тіптен керемет болады деп ойлаймын. Сондықтан осыны қолдансаңыздар болады. Бұдан бөлек басқа да бағдарламалар бар. Қолдану жағына қарағанда келгенде Camtasia шамалы ауырлау болуы мүмкін басқа пән мұғалімдеріне. Мысалға бұл жерде өңдеу, кесу деген нәрселер бар. Ал бізге егер тек қана запись жазып, дайын түрде видеоны алғыларыңыз келсе, Bandicamды қолдансаңыздар болады. Бұл мынау бағдарлама, қазір көріп тұрған болсаңыздар. Яғни мұнда бізде жалпы айтқан кезде жалпы мысалға қараңыздар, рек деген батырманы басатын болсақ, бізде мынау жұмыс үстелі толыққанды записке алынады. Жималап қоясыз да, сіз слайдыңызды ашып, сабағыңызды түсіндіресіз, арлы-берлі. Өткеннен кейін қайтадан мысалға стоп басасыз, болды, дайын видео бірден шығады бұнда. Бірақ бұның бір кемшілігі, сіз өзіңіздің жаңағыдай Camtasia'дағыдай видеоңызды өңдей алмайсыз. Яғни записке жіберіңіз, запись басып алынды, тоқтатылды, болды. Дайын видео бірден аласыз. Яғни бұл да мой документінің ішіне, құжаттардың ішіне кәзір. Bandicam деген папканың ішіне автоматты түрде сақталатын видео. Бұл басқа мұғалімдерге өте тиімді деп ойлаймын. Ал бірақ та Camtasia'ға келетін болсақ, бағана біз мынау жалпы мынаның бәрі записке басылады. Біз мынаны басып, жіберіп, тоқтатқан моменттің бәрі записке түсіп қалатын болғандықтан, филипке салып тастау керек болады. Сол кезде бізге мына Camtasia негізі таптырмас құрал деп ойлаймын. Осыны егер болсаңыздар, негізі тіптен керемет болушы еді. Жалпы бұл осы видео сабақты түсіруге қатысты дүниелер. Бұл екі бағдарлама. Одан бөлек бағана слайд презентациямда көрген болсаңыздар, FreeCam деген бар, ActivePresenter. Бұл екеуі тегін таратылады. Оларында қатты айырмашылық жоқ. Тура Bandicam сияқты қосқаннан кейін батырманы басасыз, записке жібересіз, тоқтатасыз, тоқтағаннан кейін барып, сол дайын видеоңызды аласыз. Бұл жалпы бағдарлама келетін болсақ. Бұдан бөлек жалпы қашықтан оқытуға байланысты бізде көптеген қазіргі кезде сервистеріміз бар. Сол сервистердің бірі ретінде біз қазір сіздермен жалпы Zoom-ды қолданып жатырмыз. Бірақ та алайда Zoom-нан бөлек көптеген басқа да сервистер бар, бірақ әрқайсысының өзінің ерекшеліктері бар. Былайша айтқан кезде мысалға Zoom-да тегін 40 минут беріледі, 100 адамға дейін қосылуға болады. Jitsi деген мысалы сервис алатын болсақ, бұл жерде мен қуантатыны әзіргеше деп айтайыншы, кім біледі келешек алда әлі бұл өзгере қоя ма, әзірше бұл бізде тегін. Жұмыс істердің бәрі көрініп тұр ма? Ешқандай ол жағынан проблема болып тұрған жоқ па? Алтынбек ағай. Нұрсұлтан көрініп тұр, бәрше Қызылордадан бірақ сұрақ қояйын деп едім сізге. Осы конференция сақтала ма? Мен алдыңғы жаңа аралық аттестаттар туралы толығырақ көрейін деп едім, экранға көзім жетпеді. Осы конференция сақтала ма? Қай жақта сақталады? Сақталады. Чатқа сілтемесін жібереміз. Қараңыздар, жаңа сіз Қызылордадан апай былай жасаңыздар болады. Мысалға осы конференция басталды дейік, бұның бәрі іс-әрекеттің бәрі сіздің ноутбугыңызда жұмыс істеріңізде орындалып жатыр, мысалға. Сіз осыны Bandicam арқылы, енді алдағы уақытта қойып болсаңыз, запистеп жіберіп қоясыз да, сіз жұмыс істеріңізде болып жатқан іс-әрекеттің бәрі, конференция бәрі көрсеткен бәрі өзіңіздің ноутбугыңыздан көріп аласыз ғой. Соның бәрі записке сақталады. Жоқ, соның басында қоспаппын сол нені ше записті. Сол записке қосып, мысалға өзіңізге былай жасап алсаңыз болады да, мысалға. Бір жақсы жері. Рахмет, ол жағын білеміз. Алға жалғастыра береміз. Қараңыз, мұнда бізде Jitsi арқылы енді біз не істейтін болсақ, қараңыздар, мұнда бізде бір жақсы жері Jitsi'да ешқандай тіркеуді талап етпейді, жай ғана конференцияңызды атын жазасыз да бастай бересіз. Мысалға журналистте болатын болсақ, Go-де болсақ, ол бізге автомат түрде дайын болады. Менде қазір веб-камерам Zoom-ды қолданып тұр, сондықтан мына жерде шықпайды. Сонда көріп тұрған болсаңыздар, мына жерде share деген тұр, link деген, осыны көшіріп аласыз да, сіз чатқа тастап, басқа қатысушыларыңызды қоссаңыз болады. Сіздің конференцияңызға қосылып, әзірге бұл тегін Jitsi'да, бірақ қаншалықты біз бұлай тестілік көрмедік, қаншалықты адамға дейін қаттай нормально істейді, бірақ та қолданып көрсеңіздер болады, өзінің студенттеріңізбен байланыс үшін, немесе жиналыс кезінде бір қолданып көрсеңіздер болады. Бірақ бұл бір тегін аналогтардың бірі конференцияға қатысты. Одан бөлек бұл жерде бізде көріп тұрған болсаңыздар, MS Teams бұл Microsoft компаниясының қана бұл өнімі, бұл жерде өзінің бір нюанстары бар. Бұл жерде Microsoft Teams-та бұл да лицензияны талап етеді, яғни оплата былайша айтқан кезде айына $5 төлеп отырсаңыздар, бұл жерде
конференцияға арнап та өздерінің сервистерін ұсынады. Одан бөлек Microsoft Word, Office 365 дегеніміз бар. Сонда өзінің қосымша қолданбаларын ұсынады. Бірақ та алайда MS Teams'та 6 айға дейін бастапқы алғашқы тіркелсеңіз 6 айға дейін тегін беріледі қолдануға. WebEx дегеніміз мұнда біз Cisco компаниясының өнімі. Мұнда да өзінің бір 14 күнге ғана дейін тегін ғана қолдану мүмкіндік береді. Ары қарай төлеуіңізге тура келеді. $15. Сосын API деген бұл жерде қараңыз, әр компания өзінің бір шешімін бізге ұсынып отыр ғой. Әрқайсының өзінің бір аршақтар бар, немесе минустар бар. API алатын болсақ, мысалы, API дейміз. Бұл жерде 4 адамға дейін шектеусіз уақытпен байланысуға мүмкіндік бар. 4 адам, бірақ өкінішке орай 4 адам сіздің конференцияңызға қатыса алады, бірақ уақыт жағынан ешқандай шектелмейсіз. 4 адамнан көп адам қосылатын болсаңыз, қосымша ақы төлеуіңізге тура келеді. Немесе Facebook групп чат дейміз, жаңағы Facebook'та арқылы мессенджер, бәріміз көпшілігімізде Facebook бар, мессенджер арқылы сіз бір-бірлеріңізбен байланысқа шықсаңыз да болады. Жалпы бұл қашықтан бір-бірімен конференция немесе байланыс ұйымдастыруға қатысты сервистер тоқтайын дегеніміз. Алға қарай келетін болсақ, алдағы уақытта айтайын деген мұнда бізде стриминг сервистер деген нәрсе бар. Яғни сіздің дәл қазіргі уақытта жасап жатқан әрекеттеріңізді онлайн режимде лайв дейміз ғой, көрсетсеңіз болады. Мысалға, мұнда көптеген платформалар бар. Бірақ басым көпшілік қазіргі уақытта ойын индустриясы қаттанып отыр. Бізде киберспорт дейміз, соларға бағытталып жасалады. Мысалға Twitch, одан бөлек Good Game.ru дейміз, басым көпшілігі негізі ойынға арналған, бірақ та бұл жерде бізге оқыту мақсатында қолдануға ең басты бірі YouTube деп ойлаймын. YouTube арқылы сіздер трансляция жүргізсеңіздер болады. Жұмыстеріңізді толықтай көрсетіп, мысалға. Соның бір мысалын көрсетейін. Алдыңғы осыдан 3-4 күн алдын біз жиналыс дегенде, мысалға біз WorldSkills стандарттар бойынша мен осы трансляция өткен болатын былайша кезде. Осы YouTube-ті қолдана отырып. Бұның яғни бұның бір артықшылығы YouTube барлығына қолжетімді. Біріншіден, кез келген телефон арқылы да YouTube өзінің бір жылдамдығына қарай қатпайды негізі. Былайша айтқан кезде сервер мықты болғандықтан көп адам қосылғанымен былай байланысу жағынан өзіңіздің интернетіңіз жақсы болса, ол жағынан проблема жоқ. Бір ең қолжетімді стриминг сервистердің бірі ретінде YouTube өте қолайлы. Яғни сізде осылай сабағыңызды, слайдыңызды ашып қойып, мынау көп тұрғаныңыздай жалпы сабағыңызды YouTube-ға стриминг арқылы жүргізсеңіз болады. Мысалға, сабағыңыз 9-да немесе 10-да басталса, осы уақытта бастай ссылкасын студенттеріңізге жібересіз, олар YouTube арқылы сіздің сабағыңызды көріп отыра алады. Главный басты талап интернетке қосылса болды. Және де сұрақтар болса, яғни мұнда қарап тұрсаңыздар чат бар, чатқа өздері керек сұрақтарын қояды. Алдағы уақытта түсіндіріп жатып өзіңіз тоқтап отырасыз, яғни сұрақ бар, жоқ, түсінікті болды деңізі, плюс-минус обратный связь алып отырасыз. Бұл YouTube-та мен қысқаша қазір көрсетейін, жалпы қалай ұйымдастырамыз осы стриминг, жалпы осы трансляцияны. Мұнда кішігірім бір өзінің бір баптаулары бар. Мысалға, бізде YouTube каналымыз бар дейік. Келешегі әрбір мұғалімнің өзінің YouTube каналы болады деп ойлаймын. Мысалға, мен өзінің YouTube каналым, мұнда сіздер жаңа стримингті трансляция ұйымдастыру үшін, мұнда көріп тұрсаңыздар, начать трансляцию деген батырма бар бізде. Осыны басасыздар мысалға. Мен қысқасы қазір сіз айтып кетіп отырмын. Яғни мұнда бізге қазір арнайы терезе ашылады. Трансляция деген бар, көріп тұрсаңыздар, веб-камера, управление. Трансляция деген сіздің жұмыс үстеліңіздегі жасап жатқан осындай бір қандай бір потоковый видео дейміз ғой. Видеоңызды көрсеткіңіз келсе, трансляция таңдайсыз. Ал егер тек қана өзара былай қазір сияқты конференциядағыдай бір-бірлеріңізді көре отырып видеоконференция болса, ондай веб-камераны таңдайсыз. Ол кезде тек қана сіздің веб-камераңыз арқылы ғана түсіріледі видео. Яғни трансляция таңдайтын болсаңыз, мұнда таңдалғаннан кейін мұнда жаңадан атын бересіз. Трансляцияға қалай да тақырыпқа байланысты сізде пән болуы мүмкін, мысалға жай ғана информатика дей салайын. Мысалға, мына жерде право доступа деген бар, яғни қатынау мүмкіндігі бізде. Открытый доступ деген сөз білесіздер, барлығы қосылады YouTube-та. Каналыңызды кірсе болды, бәрі көре алады. Доступ по ссылке дейтін болсаңыз, тек қана сілтеме арқылы ғана қосылады. Яғни сіз сілтемеңізді жібересіз, сіздің студенттеріңіз ғана сілтеме арқылы қосылады. Басқа бөлек адам сіздің YouTube каналыңызға кірсе де, бұл сіздің трансляцияңыз көре алмайды былайша айтқан кезде. Сосын бұл жағы добавить описание дегенге қысқаша анықтамасын жазып кетесіздер. Сосын категориясын таңдайсыздар, образование. Бұның бір жақсы жері, мұнда
алдын ала жоспарлап қойсаңыз болады сіз өзіңіздің трансляцияңызды. Запланировать трансляцию деп тұр. Күнін, уақытын бәрін беріп қоя, ссылкасын алдын ала жіберіп қойсаңыз, студенттеріңіз сол ссылкаға кірседі, трансляция осынша сағаттан кейін басталады деп шығып тұрады. Мысалға, осылай алдын ала жоспарлап қойсаңыз болады екен. Сосын импорт значок деген сөз, бұл жалпы сіздің YouTube каналыңызға басты экранда сурет шығып тұруын қалайтын болсаңыз, осыны таңдайсыздар. Яғни менде мына World Skills-ға қатысты дүние болды. Яғни осы таңдап қойсаңыз, бізде алдағы уақытта қазір көресіздер, видеода осы сурет фонда шығып тұрады, трансляция басталғанға дейін былайша айтқан кезде. И міндетті түрде мына жерде видеоролик не для детей деп таңдайсыздар. Далай жас ерекшелігіне байланысты шектеу болмау үшін. Создать трансляцию дейміз. Бұл жерде енді бұл былайша айтқанда трансляцияға жіберудің бұл бірінші этап дейміз, бірінші ғана бөлімі. Мұнда біз жалпы жұмыс істеуін көрсету үшін, қосымша басқа да ақпараттарды YouTube арқылы транслировать ету үшін қосымша бағдарлама қолданылады. Ол бағанағы сіз немде көрген болсаңыздар, OBS Studio деген бағдарлама. Мұнда тұр, OBS Studio деген. Осы бағдарлама арқылы трансляция жасайсыз, екеуі бір-бірімен тығыз байланысты болу керек. Яғни OBS арқылы трансляцияңызда сіз өзіңіз білесіз не көрсетесіз. Мысалы, менде қазір көріп тұрған болсаңыздар, эфир деген сцена бар. Мен жұмыс үстелінде не жасап жатырмын, барлығын YouTube-та көре алады. Жұмыс үстелін. Немесе ожидание деп қоятын болсам, яғни алдын ала өзіңізге керек сценаларды дайындап аласыз. Бұл арнайы бағдарламамен YouTube каналын байланыстыру керек біріншіден міндетті түрде. Ол үшін қараңыз, яғни бұл жаңағыдай трансляция жасауға арналған бағдарламасыз сіз YouTube трансляцияңызды жібере алмайсыз, өкінішке орай. Сондықтан бізге мына жерде нет данных деп шығып тұрады. Оны байланыстыру үшін мына жерде ключ трансляции дейді, яғни байланысу үшін осы бізге ключ трансляция керек. Осы YouTube каналыңыздағы трансляциямен арнайы бағдарлама байланыстыру үшін бізге ключ трансляция керек. Бұл жерде автоматически қалдырсаңыз болады, немесе өзіңіз құрсаңыз болады. Мен әдейі разрешение дейміз, Full HD болу үшін 1080 пиксель деп жай ғана атын жазып құрасаған ключ бар. Сосын мына ключ, қараңыздар, ключ трансляция деген көрініп тұр ма? Сіздерге осыны көшіріп аласыздар да программаны байланыстырасыздар. Яғни файл настроить дейсіздер да, мысалға. Ашылсын. Осы жерде вещение дегенде міне осы жерге жаңа ключті қойсаңыздар, сіздің каналыңыздағы трансляцияны өзіне жүктеп алады да, осы бағдарлама арқылы жалпы трансляцияңызды іске жібере аласыз. Яғни байланыстырғаннан кейін барып запустить трансляцию дейтін болсаңыздар, мысалға қараңыздар, мына бағдарлама іске қосылды менде. Мына жақтан YouTube-ты қараңыздар, мына жерде өзгерді напис бізде, качественно соединение отвечения деп тұр. Яғни бұл екеуі бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс жасайды. Бағдарлама бізге жұмыс істеуін көрсетуге, тек қана программаның бір бетін болса, немесе басқа бір аймақтарды жеке-жеке көрсету үшін қолдансақ, YouTube-тан бір платформа ретінде ғана бізге мүмкіндік береді, бірақ OBS-сіз сіз трансляцияға жібере алмайсыз былайша айтқан кезде. Қараңыздар, байланыс орнатылғаннан кейін барып менде начать эфир деген батырма активный болып былайша айтқан кезде. Мен начать эфир дейтін болсам, қазір YouTube каналында эфир трансляция болды, реально время дейді. Дәл осы уақытта басталады. Қаласаңыздар, мысалға мен көшіріп алатын болсам, осы ссылка арқылы чатқа жібересіздер. Чатқа жібергеннен кейін басқа да қатысушыларыңыз сіздің видеоңызды көре алады. YouTube-тың қандай артықшылығы бар? Яғни осы трансляцияны өткізгеннен кейін болады, кейбір оқушыларымыз қосыла алмай қалды, әртүрлі жағдайға байланысты. Қосыла алмай қалса, онда бұл бір жақсы жері YouTube-та сол сақталады трансляция. Запись болып сақталып қалады. Қалған уақытта оқушы немесе қатысушы, жалпы білім алушы қалған уақытта кіріп көре алады былайша айтқан кезде. Бір минут, тоқтата салайын мен. Бағана сіздерге мысал ретінде көрсеткен трансляцияда менде бұл уже запись. Негізі бұл трансляция 3 күн алдын болған, былайша айтқан кезде трансляциямызды қараңыздар. Трансляция 4 күн алдын болған даже. Яғни уже 80 адам көрген. Просмотр жағынан 80 адам. Бір жақсы жері сол. Жасалған іс-әрекеттеріңіз бәрі автоматты түрде YouTube-та сақталады. Яғни сіздерге бір ұсыныс ретінде YouTube платформасын егерсеңіздер, қосымша бір құрал ретінде өздеріңізге қолдансаңыздар болады жалпы. Мен жалпы айтайын дегенім осы. Стриминг сервистер жалпы осы қашықтан видео сабақтар дейміз, білімді қалай қашықтан біз тарата аламыз былайша айтқан кезде, қалай оқушыларымызға жеткізу аламыз деген сұраққа бір жауап ретінде ұсынған бір шешім болатын. Сұрақтарыңыз бар ма? Нұрсұлтан? Иә, тыңдап отырмын.
бәрі мән қойып тыңдадық. Мен өзім өте жақсы. Сенен біраз нәрсені алуға болады екен. Рахмет саған. Болды. Қаласаңыздар, жаңағыдай осы программаларды игеруге байланысты видео сабақтар дайын, қарап көріп үйренсеңіздер болады. Ссылкасын чатқа тастаймын алдағы уақытта. Көріп игерсеңіздер болады. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Құрметті әріптестер, біздің сіздер үшін дайындаған вебинарымыз өз мәресіне жетті. Сұрақтарыңыз болса, алдыңғы баяндамашыға, Мұртазаға, Нұрсұлтанға сұрақтарыңыз болса, талқылауға болады. Бар ма сұрақтарыңыз? Гүлбер Орынтаевна, сұрағыңыз бар ма? Қайырлы күн, әріптестер. Сұрақ, жаңағы итоговый аттестация өтіп жатыр ғой, иә? Соған нақтырақ тоқталып айтса дұрыс болатын еді. Жаңа бірінші выступающийден мен түсінбедім, қалай өткізіп жатқанын. 25-35 минут уақыт беріледі деді да. Мен басқа жұмыстармен параллельно тыңдап отырмын ғой. Мұртаза, естіп отырсыз ба? Мұртаза Әлиұлы. Иә, естіп отырмын. Емтихан. Жазбаша емтихандарға бізге алдын ала Zoom-ға кіреді. Бірінші алдын ала студенттерге айтылады Zoom-да. Одан кейін сол жерде хатшы арқылы олар студенттер билеттерін алады, және рандом число арқылы. Жазбаша алып жатсыздар. Енді біз жазбаша алатын пәндер бар, тест күйінде алатын пәндер де бар. Екі жақта бөліп, біз өзіміз бөліп қойғанбыз ол пәндерді, сол пәндер бойынша аламыз. Айта кетсеңіздер, жазбаша маған просто білгім кеп тұр да, қай пәндерден жазбаша. Мұртаза, сіздерде мынау платформаға енгізгендеріңіз бар ма? Сервис пәндер бізде енді басталады, бізде сынақ емтихандардың барлығы. Жоспарлап отырсыздар, иә? Иә, жоспарлап қойдық. Бұл ана промежуточный аттестация ғой да? Аралық аттестация ма? Сынақ емтихандарда. Аралық емтихан итак өзі мұнда біз қойып жатырмыз. Түсінбей тұрмын. Аралық аттестацияларды бізде әр ай сайын қойылатын бағаларды біз Moodle-да уже автоматты түрде қойылып жатыр журналға. Ал алдағы болатын сынақ емтихандарды да біз осы Moodle-да жоспарлап жатырмыз. Ол енді текущий аттестация ғой, енді сынақ, зачет деген жаңағы. Иә. Ол текущий аттестация. Енді аралық деген бір курстан бір курсқа өту. Соны сол емтиханды да солай алып жатсыздар ма? Жазбаша, тест арқылы? Иә, біз үш түрлі немен қабылдаймыз. Ол біріншісі онлайн тестілеу жүйесі, екіншісі және жазбаша, ауызша, Zoom платформасымен Moodle екеуін қосып, одан кейін үшінші жоба түрінде қабылдаймыз. Енді ол түсінікті жаңа текущий, промежуточный, енді итоговый. Қорытынды аттестаттауды қалай алып жатсыздар? Осы Moodle-да платформа ретінде Zoom екеуін. Иә. Жоқ, оған да қандай тапсырмалар, жаңағындай тапсырмалар қойып жатсыздар ма? Жазбаша, тест деп? Иә, тест күйінде алатын пәндер бар. Бізде арнайы пәндердің өзі тестке сәйкес келетін пәндер бар. Оларға тест аламыз ол пәндерден. Ал жазбаша емтихандарға олардың жазбаша емтихан билет арқылы Zoom мен Moodle-ды қолданып отырып аламыз. Комиссия мүшелері қайтып кіреді? Zoom-да біз қазір біз әр облыстан да кіріп отыр ғой бізге Zoom-да. Сол сияқты комиссия мүшелері спокойно қосыла береді. Өйткені ауызша, осы жерден оқытушы және студенттер билеттерін алды, Moodle-ге тапсырмаларын салды жазбаша ретінде, одан кейін ауызша ретінде осы Zoom-ды қолданып отырып тапсырады осы жерде. Диплом қорғау бар ма? Диплом ғой, диплом алды практика ма? Гүлбер Орынтаевна. Иә. Осы тұрғыда бір сұрақ қойып жүрсем, комиссия мүшелері қалай қол қойып жібереді ведомство, соны қалай ұйымдастырып жатсыздар, соны білгім келеді. Біз осы онлайн жүргізгеннен кейін автомат түрде сол жерден аламыз, өзіміз толтырамыз ведомство. Комиссия мүшесі, яғни сіздің қасыңызда бола ма? Жоқ, комиссия мүшесі осы Zoom-мен кіреді, олар сол жерде бағалайды, өзінің айтатынын айтады осы Zoom-да. Запись басылады ғой, полный, біз сабақтың барлығы, емтихандардың барлығы запись басылады. Қол қойылмайды, сол запись арқылы ғана? Иә, запись арқылы. Рахмет көп, түсінді. Енді түсіндім, жақсы. Жақсы, рахмет.
диплом қорғау не қандай мамандықтар бойынша бар сіздерде? Есептеу техникасы бағдарламасында және программистерде, дизайндерде сосын осы екі не бойынша диплом қорғау жүргізіліп жатыр уже Zoom-да. Сіздердің колледжда осы бітіретін студенттерде проблема бар ма? Шалғай неде елді мекенде? Иә, әрине ол ондай проблема барлық колледждерде бар шығар, ауылды жерде тұратындар. Енді біз студенттердің өзін мониторинг жасап қойғанбыз. Яғни Moodle-мен тапсыратындар Moodle-мен, Zoom-ға тапсыратындар Zoom-мен, ал оған да жоқ болған жағдайда енді Telegram каналы арқылы біз қабылдап жатырмыз олардан. Telegram каналы арқылы дейсіз бе? Иә. Оларда ешқандай енді байланыс құралдары жоқ болса? Енді бізде минимум осы Telegramға кіре алатын студенттер бар да, ондай мүлдем не жоқ, ондай мүлдем кіре алмайтын студент жоқ. Жақсы. Біз өзіміздің колледж тарапынан оларға телефон әпердік, мысалы кейбір телефон жоқ студенттерге, компьютері жоқтарға осы колледждің компьютерлерін, моноблоктарын бердік біз оларға. Уақытша, иә? Иә, уақытша. Андай технический специалисттер бар ма, мамандықтар? Рабочий квалификациялар? Программистер ғой бізде, основной. Айтайын деген, рабочий квалификациялар бар ма? Мысалы, слесарь, токарь дегендер деген. Жоқ, бұл кісілерде колледжде жоқ ондай мамандық. Жақсы. В основном гуманитарный ғой деймін да, яссауиді. Гуманитарный, техническийде бізде тамақтандыру бар, есептеу техникасы бар сосын. Жақсы. Рахмет. Басқа әріптестерде бар ма сұрақ? Сұрақ бар ма екен? Тест дайындайды ғой? Мұғалімдер, оқытушылар? Иә. Сол тестіні бір сараптамадан өтеді ма? Әрине, біздің әдіскер арқылы ол тесттің барлығы сараптамадан өтіп, одан кейін барып платформаға жүктеледі тесттер. Қазір уже біз әр оқытушының тесттерін алып, сараптама жүргізіп жатырмыз, платформаға салуға дайындап. Әдіскер жалғыз көрмейді, яғни бір рабочий группа ма жоқ? Иә, ондай рабочий группа құрылған бізде. Ол бойынша жұмыс жасалып жатыр. Жақсы. Жұмыс берушілерден комиссия мүшелері анықталып қойды ма? Иә, анықталып қойды. Жақсы, рахмет. Басқа қосымша сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, Гүлбира Орынтаевна, бүгінгі дайындаған вебинарымыз осы жалпы колледждердің алдағы уақытта енді ұсыныс деп мамандықтар, жұмысшы мамандықтары бар колледждердің олар қалай өндірістік практиканы ұйымдастырып отырған жөнде, диплом алды практиканы ұйымдастырып отырғандығы жөнде, сосын қорытынды емтиханды қалай ұйымдастырып жатқандығы жөнінде алдағы уақытта бір вебинар ұйымдастыруға болатындығын. Басқа сұрақтарыңыз болмаса? Алматы қаласында өткізген вебинарына қатыстыңыз ба? Сол Алматы қаласына қатыса алмай қалдым. Мен басқа вебинарларым болып, бірақ бізден қатысты әдістемелік орталықтан Жанар Жолдасбекқызы әдіскеріміз. Өте керемет болды, бірақ сілтемесін алып, сілтемесінен көрдік. Жобаны көрдік, сол бойынша сізбен хабарласам деп отқан едім мен, Гүлбира Орынтаевна. Педагогикалық мамандықтар бойынша жоба қорғалып жатқандығы жөнінде. Семей Көпсағал колледж Семей қаласына. Солай сіздерде облыстық әдістемелік кабинеттер сол бағытта жұмыс жасасаңыздар дегенім ғой, ешкімнің Гүлнар Жалиевна баяндамасында айтты ғой, сіздер енді мұғалімдерді, оқытушылардың
өндіріс пилоттық шеберлердің IT компетенциясын көтеру үшін жұмыс жасау керексіздер ғой. Сол бойынша. Яғни жеке жарайды, жеке шығып сөйлесерміз. Жарайды. Иә. Жаңа бір кісі сұрағы бар ау деймін Семейден. Бар ғой деймін. Айта беріңіз. Семей. Жоқ, Семей қатысып отыр деп айтайын деген, мен личный соткандырып отырған колледжде оқып жүр. Жарайды, ендеше вебинарымызды аяқтай берсек болатын шығар, иә? Біздің айтарымыз осы. Жақсы, рахмет. Сіздерге осы вебинардың жазылған записін YouTube каналымызға салып, сілтемесін чаттарыңызға жібереміз алдағы уақытта. Жақсы, рахмет. 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 Назым, өте жақсы болды. Көп рахмет. Біраз сұрақтарға жауап алдық. Жақсы. Рахмет сіздерге де көп қатысқандарыңыз үшін. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.